2023-те сосын. Мына сонда столбымен жарықты қойды, иә, мына орталық көшеге биыл. Былтыр біз айтқанбыз осыны. Жолды қашан жасады, биыл жасады ма? 23-те. 23-те жасады. Тағы не жасады? Биыл тек қана осы жарықты ғана қойды, болды ма не? Ештеңе жасамады ғой деймісі. Газ өтіп жатыр деп еді ғой сіздерге. Енді иә өтіп жатыр. Бүгін 14 шілде 2025 жыл. Мынау Ақжазық ауылы. Ақжазық ауылының мына жерде саябақ болады дедіңіз бе? Саябақ болады. Бұрын не болған дедіңіз? Жерде бұрын дом культура болған. Ол қайда? Ескіріп бұзып тастады ма? Ескірген дом культура қазақша не деп айтады? Мәдениет үйі болған екен, оны бұзып тастапты, өйткені не? Бірақ мынау кішкентай емес пе саябаққа? Осындай қылып жасап жатыпты. Енді бәрін жөндесе әрине. Ана балаларға нерс қойып жатыпты арнаулы. Спортпен шұғылдануға. Енді бұл да жақсы. Жарайды. Ләззат Асанованың көшесімен келе жатырмыз. Ақжазық ауылы. Енді шаң болып кетті, өйткені жел көтеріліп кетті ғой. Ана көрдіңіз бе? Өйткені жол асфальт емес. Мына жер тротуар дегені мен тротуарды айтпай ақ қояйын, жолда жоқ. Жол бар, в смысле асфальтталған жол жоқ. Ауылдардың тұрғынның енді бәрінің жағдайы бірдей емес. Өйткені бұлай үйлер бар, жақсы үйлер де бар деген сияқты. Негізі осы жерге бір не ашса, иә, жұмыс орнын беретін бір кәсіп бірдеңе ашса, соны жақсы болады еді. Өйткені желтоқсанның 40 жылдығы келесі жыл болмай ма, 26 жылы? Иә, сол кезде 40 жылдығы болады. Сол кезге дейін осы ауылдың бәрін жөндеп беретін шығар. Айтқан біз егіз әкімге, бірақ қарасам тек қана орталық жолға, жол жасаған, орталық жолға жарық қойған әдемілеп. Мына жерде ештеңе жоқ. Именно Ләззат Асанның көшесінде. Ертең Ләззат Асанның үйі жағына барып кетсек, сатып жүрген енді. Жоқ, енді сонда да сол үйін түсіріп алсам дегенім ғой. Түсінікті ғой, көшіп кетеді, неше түрлі жағдай болады адамда.